Түнгі 3-те тиктоктан ішім пысып не істерімді білмей жатыр едім. Сөйтіп Black-Rush'ға уже 2 апта кірмегенім есіме түсіп кетті. Онда құр жатпай Black-Rush ойнайын деп шешіп Black-Rush'ға кірген болатым. Басында барлығы нормально болған болатын. Как обычно Black-Rush'да играйтты басып 100% күттім. Вроде бәрі нормально. И өзімнің серверім Тамбов серверін іздеп, Тамбовқа кірдім. Мен Black-Rush'ға түнгі 3-те кіріп атсам да, менде почему-то обед болып тұр. И мен ойынға кірген кезде резко осылай менде черный экран болып қалды. Ойыннан шығып кеттім и телефонымды очисткасын дедім, то есть планшетімді. Потому что мен ойладым, что мен планшетім қуып жатыр деп. И планшетті очистка жасап болғаннан кейін қайтадан Black-Rush'ға кіруді шештім. Black-Rush'ға кірген сол еді, почему-то менде қып-қызыл экран болып кетті. Но сразу ол кетіп қалған болатын. И қайтадан стол Тамбов серверіме өзім аккаунтыма кіріп едім, но почему-то кірмейді. И мен Black-Rush'дан қайтадан шығып кірдім. Бұл жолы барлығы вроде удачно кірді. Но мен өзімнің аккаунтыма емес, бір какой-то админский аккаунтқа кірдім. Менде 234 миллион админнің скины, еще бір какой-то дигл мен бір снайперский жүр. Донатқа кіріп қалсам менде вообще-то 45 блэккоин. Әшейінде бомждар мен новичоктар қаптап жүретін вокзалда бірде-бір адам жоқ. Как будто мен серверде жалғыз өзім сияқтым. Может быть, сағат түнгі 3 болғаннан кейін бірде-бір адам жоқ деп, бұған мән бермеуді шештім. Но менде почему-то обычно Black-Rush ойнап отқан сияқты сезім болмады. Как будто мен Black-Rush'та емес, басқа бір хоррор ойында жүрген сияқтым. Вокзалдан өзімнің аудиімді алып алдым да, осы Black-Rush'та адамдар көп жүретін жерге барғым келді. Ең бірінші барған жерім ол менің авторынок болды. Но ойландаршы, бірде-бір тірі жан жоқ. Обычно түнгі 3 па, 5 па, бәрі-бір. Бұяқта бір адам болсын болу керек. И мен хотя бы низкий класстан болмасын адам бар шығар деп кіріп қарасам, қарандар, бірде-бір класста бірде-бір адам жоқ. Низкий класстың ішінде обычно 14-ка, 15-ка, немесе ваздар толып жүретін еді, но бұяқта да қарандар өздерін көріп тұрғандағындай бірде-бір адам жоқ. Енді не істеймін деп ойланып тұрған кезде менің экраным почему-то қап-қара болып қайттан қосылды. Авторыноктан да басқа жерлерге барып адамдар барма көрейін деп шығып бара жатқаным сол еді. Машинама отырып жатыр едім, өзімен өзім өліп қалдым. Өмірімде Black-Rush ойнап бұндай қорқыныш көрмегеннен кейін менің бойымда үрей басталды. Бір уақытта планшетім өзімен өзі қатты қызып кетті. И как будто үйде біреу жүрген сияқты сезімдер. Ойландаршы, сағат түнгі 3, сен үйде жалғыз өзінсің, планшетпен Black-Rush ойнауытсың. И зарядкасы өшіп қалған айфонын өзімен өзі қосылып, еще соған біреу звондайды. Сендерде қандай сезім болатын еді? Мен әрине қорықтым, и соның кесірінен звонок өшіп тастадым. Но ол бір рет емес, 10 рет звондадым. Звондап жатқан адамның номері хотя бы қазақстандық болса ғой, жоқ, бейтаныс номер, бір как будто 99 дегеннен басталады. Саны көп, мүлде мен көрмеген бұндай номер. Өмірде ондай заттарға сенбейтін болғандықтан мен бұны пранк деп ойлайтым. Я сендер айтулар мүмкін, қуасың ба сағат түнгі 3-те саған кім пранк ұстайды деп. Но мен сонда да бұл затқа сенбедім и звонокты алуды шештім. Звонокта осындай дауыстар бір рет емес, 2 рет емес, 10 рет шықты. Мен тек бір-ақ нәрсе айта алдым. Бұл кім, бұл не үшін звондап атсың, не маған пранк ұстап атсың ба, атымды айт. Но сонда да осы дауыс маған в ответ естіле берді. Бойымда қорқыныш та үрей де барлығы болып тұр. Ойландаршы, енді түнгі 3-те мынандай болып атса кім қорықпайды? Но енді не істеймін деп отқан едім, мені өзімен өзі Black-Rush'дан шығар жерді. Но қанша жерден қорқып тұрсам да бұның барлығы маған қызық болып көрінді. И мен Black-Rush'ға қайтадан кіруді шештім. Black-Rush'ға кірдім. Енді загрузка басталып жатыр. Вроде кіріп жатыр 97%. Но осылай 97% болып, менде примерно өтірік айтпасам бір 10 минуттан аса болып тұрған болатын. Осыдан кейін мен просто телефон мен планшет барлығын өшіріп, далаға шығып кеттім да, өзімнің көрші досымның үйіне бардым. И келесі күні обедте біз досыма осы оқиғаның барлығын айтып беріп, қайтадан Black-Rush'ға кіруді шештік. Екінші часть келесі видеода болатын болады. Всем удачи, давайте.